Келесі 1201 есебіміз бұрыш АВС-ны өлшеп жазыңыздар деген. Сіздер қолдарыңыздан транспатерді алып өлшеңіздер, нәтижесі тең болады бізде 30 градусқа екен. Бұрыш ЕОД ол бізде доғал бұрыш, оның градустық өлшемі 120 градусқа тең екен. Келесі бұрыш ЕОФ, ол тік бұрыш, ол тең болады 90 градусқа. Келесі 1202 есебіміз дәптерге АОВ бұрышын салыңдар. Транспатермен оны градустық өлшемін өлшеп, өлшеу нәтижесін белгілеп жазыңыздар дейді. Кез келген бір АОВ деген бұрышсыз көріп, мен тік бұрыш сызайын. АОВ бұл бізде тік бұрыш, бұл сонда 90 градусқа тең болады екен. Тең болады 90 градусқа. Екінші, транспатерді пайдаланып дәптерге мына бұрыштарды салыңыздар дейді. Мен примерно сызамын, сіздер транспатерді пайдаланып сызыңыздар. 30 градус дегеннің былай сызылу керек. Ол бізде АОВ болсын дейді. АОВ бұрышы. Яғни бұрыш АОВ 30 градусқа тең. Келесі бұрыш ДЕФ жартысынан, тік бұрыштың жартысына тең болу керек. Яғни шамалы 30 градустан жоғарылау. Сонда ДЕФ болады. Бұрыш ДЕФ бұл бізде 45 градусқа тең. Сіздер транспатердің көмегі арқылы шығарыңыздар. Келесі КЛН деген 140 градусқа тең, яғни 90 градустан жоғары доғал бұрыш болады бізде. Н КЛН екен. Бұрыш КЛН ол бізде 140 градусқа тең. Келесі 1203 есебіміз градустық өлшемі 120 градусқа тең ДОЕ бұрышын салыңыздар. ДОЕ дейді. Сіздер міндетті түрде транспатерді пайдаланып сызыңыздар. ДОЕ бұрыш ДОЕ ол бізде 120 градусқа тең екен. Енді ОФ және ОЛ сәулелері ДОЕ бұрышының градустық өлшемдерін тең үш бұрышқа бөлінеді дейді. Яғни үшке бөлінді 120 градусымыз, 120 градусты бөлейік үшке, арасы сонда 40 градустан екен. Яғни аралықтар 40 градусқа тең. Енді FOL бұрышының градустық өлшемін жазыңыздар. Бізде FOL бұрышы 40 градусқа тең екен. Келесі 1204 есебіміз транспатерді пайдаланып 7-21 суретте кескінделген АВС үшбұрышының әрбір бұрыштардың градустық өлшемдерін табыңыздар дейді. Бұрыш А бізде мен транспатермен өлшеген кезінде болған еді 85 градусқа тең. Ал бұрыш Б ол тең болады бізде 30 градусқа. Ал бұрыш С тең болды 65 градусқа. Осы градустарды сіздер өздеріңіз транспатермен алып тексеріп көрсеңіздер болады. Енді АВС үшбұрышының барлық бұрыштарының қосындысы. Бізде үшбұрыштардың барлық ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Енді осыны қосқанда 180 градусқа тең болды ма? Соны тексеріп шығайық. Егер тең болса, үшбұрышымыз тура шыққаны. Қосылған бұрыш С, сонда 85 градус қосылған 30 градус қосылған 65 градус. Нәтижесі тең болады екен 180 градусқа. Келесі 1205 есеп жұлдызшылардың орнына тиісті теңдік болатындай тиісті сандарды қойып жазыңыздар дейді.
ортақ бөлім 8 санынан екен. Онда бұл жерде болады 8. Так, азайтылғанда 1 болу үшін, так, 3-ті қояйық. Сонда 2-ден береміз, 6 азайтылғанда 1 болады. Сонда бөлшектің бөлімін 8-ге тең болады, 2 дұрыс болады екен. Сонда жұлдызшаның орнында 8 және 3 сандарды орналасады екен. Келесі, екіншісін де шығарайық. Екіншісін шығару үшін бірінші 7 бөлшектің бөлімін жұлдызшамен қоя тұрайық. Қосылған 3 бөлшектің бөлімі жұлдызшамен тұра тұрсын. Енді 2-ден 1 қосылған 5-тен 4 деген сандаларды ортақ бөлім беретін болсақ, 2, 5 болады. Сонда жұлдызшаның өзін қоямыз, 7 қосылған жұлдызша 3 болады. Бөлшектің бөлімінде 10 деген сан болсын, 7 қосындысы 10 3-ке тең екен. 10 саны шығу үшін қосындысын жұлдызшаның орнына қоямын. 13 шықты, жетпей тұрған бізде 2 сан, 6 сан болады екен. Сонда ол болу үшін бөлшектің бөлімінде 10, 7 қосылған бөліміне 5 санын қояйық, 3-ті қояйық. Тең 10-нан 13 деп көрейік. Қане 2-ден берсек 6, 13 болады екен. Сонымен жұлдызшаның орнында тұрған сандарымыз 10, 5 болады екен.